Достар, қалқалы әріптерінің Құрандағы практикалық тұрғыдан оқылу үлгісін көрсетіп жіберейін. Қалқалы әріптері бесеу. Бә, джим, дәл, та, қаф. Міне осы 5 әріп бір сөздің соңында немесе ортасында сукун болып келген жағдайда бұл әріптерге қалқалы ережесі қолданылады. Мысалға қарасаңыздар, мысалы Ықылас сүресін алайық. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Құл хуаллаху ахад. Осы аяттың соңында, мысалы аяттың соңы білесіздер сукунмен тоқталады. Сукунмен тоқтаған кезде біз мына дәл әрпіне қалқала ережесін қолданамыз. Құл хуаллаху ахад. Ахад. Міне тербетіп оқимыз, иә? Ахад. Ахад. Енді қалқала әріптерін дұрыс оқудың екі оңай жолын айтып жіберейін. Бұл біріншісі, бұл әріптерді оқыған кезде соңғы нүктесіне дейін әріпті жеткізіп барып анық оқимыз. Мысалға, мен ахад деп оқитын болсам, ахад дәл әрпінің соңы желініп қалады, толық оқылмай қалады. Біз қалай оқимыз? Ахад. Ахад. Соңғы нүктесіне анық жеткіземіз. Ахад. Екінші оңай оқылу жолы, бұл әріптер ауыз қуысы жабылған кезде бұл әріптерді дыбыстап, бұл әріптер толық шықпай қалады. Мысалы, ахад. Ахад. Яғни дыбыстап аузымызды ашқан кезде барып дыбысы анық шығады. Ахад. Ахад. Мінекей достар, осылай қалқалы әріптерін дұрыс оқуды қолға алып үйренеміз.